Спортын туалетке алмай сені қарап отырмын дейді шешесі. Бұта шығып қоясың ғой, история салған бар түсіп отырып қалшы, андай насып отырып қалады, шығады ғой, сондай кайф ол, сөйтіп отыр. Оның күйеуімен жүретін қыздарға бірден айтып жүрсе, аспаннан түсір дейді. Ондай бар ма не, құрбысының күйеуімен? Подружкаларың бар ма? Айтпа. Если пара старше на 6 лет, это нормально. Сейчас ему 20. Дима, сен сонда 14 дейсің ба сен? Кетіп бар зоомға бар. Апайың шақырып жатыр. Осыны жібер, жігітіне керек саған. Ана бір қыз сұрап та жігітім, қатты жақындайды маған, не істейін? Бір күні жорлап кеткенмін дейді тау. Жоқ, қатты жақындағанда енді. Қатты жақындатпаған дұрыс қой енді. Кім болғанда да. Бек қойма. Стаканса. Негізі урод балдар әдемі қыз алады, әдемі қыздар уродқа түседі, өмір замайды. Қайсымыз урод сонда? Түсін алмай тұрып қой. Мен де красавчик, мынау кішкене еріңді көрсетіп жіберші, ұшықты. Мана бір қыз жазып тұр ғой, бір қыз. Ана енді бана сұрақ болды, осылай қыз екен қайдан білуге жатыр. Соған жауап беріп тұр ғой енді өзінше. Сонда әркім шешіп керек па? Сонда фу әне. Балдар бар жерде қимылмен почта айтатын қыздар. Білмеймін, ондай қыздар бар ғой енді. Менде де неде қыздар бар ондай, менде де араласатын қыздар бар ондай. Бірақ ондай олар дейтін бермейді ғой, білесің бе? Білесің бе, алып сұрап көрдім, бермейді, не қоя ғой, киітін ағы деп отырады қазір. Неше балаң болған қалайсың, ебаң. Берсе ала бересің ғой, біздің қатын өйтер. Түкірсең қағып алып тұр тек біздің қатын, алла. Бергенін аласың ғой енді құрсын. Көтерсе туса туа береді. Біз қызға берсек көтеріп алып тұр құрсын ғой. Разница жоқ қой, бірақ енді кішкентай қыз алған бір түрлі ғой. Енді білмеймін, біздікі де солай, мен қатын бір жас үлкен өзімен. Біздің папаны айтса есленіп кетіп тұр ғой. Папа 66, мама 77 50. Бірінші кездерде қызым осып не істеймін дейді. Хуйня ғой құрсын, бәрінің көтінде тесігі бармыш па, ертең 4-5 жылдан кейін бірге жарыс осырып жүресіңдер. Жарысып кейін.